Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерменен дайындалу жолы өте оңай және де ерекше дәмді болып шығатын үнді мантысын дайындайтын боламыз. Бұл тағамның нанын бешбармаққа илегенде илейміз, яғни бізге ұн, жұмыртқа, тұз және де жылы су қажет болады. Қамырын қаттырақ қылып илеген дұрысырақ, себебі езілмей, әдемі болып піседі. Пиязды, сәбізді, болгар бұрышын, редьканы және картопты осылай төртбұрыштап турап аламыз. Негізі салмасына көкөністердің кез келген түрін, яғни қалауыңызға байланысты қоса берсеңіз болады. Кез келген етті пайдалануға болады, қатып қалған қағида жоқ, мен сиырдың етін пайдаландым. Осылай барлығын төртбұрыштап турап алған соң, кезек-кезегімен қуырамыз. Көкөністерімізді жақсылап қуырып алған соң, бетіне паприка, тұз, томат қосып, және де суымызды құйып, жарты сағаттай бұқтырамыз. Ендігі кезекте июі қанып тұрған қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Жайылған қамырымыздың бетіне сұйық май жағып, оқтауымызға орап, мантыға кескендей төртбұрышты етіп кесіп аламыз. Және 35 минут мантаваркада пісіріп аламыз. Бұл тағамды қалауларыңыз бойынша әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Қамырын төртбұрышты етіп қоя салғаннан гөрі осылай орап ұсынған әлдеқайда әдемірек көрінеді. Сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және жаңадан шығатын рецептерімді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бүгінге осы, міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер.